Армысыздар қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Әз Наурыз мереке бәрлеріңізге бай қуат, мол дастархан, зор табыс алып келсін. Осы біздің наурызымыз жылдан жылға қалай керемет өтіп жатыр, Кеше көріп, Алматының көшесінде жігіттеріміз, қыздарымыз өз киімдерін киіп, бұрымды шаштарымен, жігіттеріміз ойлы шапанмен жүргенде әжептәуір рухтанып қалады. Жалпы мен емес, жан-жақтағы адамдардың бәріне көз салып қарасам, бәрін көздері жанып тұр. Бәрі шетінен арқалары қозып, көздері жанып, домбыраның естігенде тіпті қандар қайнап, қандай керемет мынау. Бізде мынау әлі жеткіліксіз, біз әлі бұны жетілдіреміз, әлі бұны дамытамыз бұйырса. Бізге қазіргі таңда қазақ еліне ауыз бірлік және тыныштық қана керек. Қалған барлық осындай біздің ұлттық рухымызды, ұлттық құндылығымызды, ұлттық дәстүріміз, ұлттық киімімізді бәрін дамытатын қазақтың қарапайым қыз жігіттері. Мына көшеде кеше көрдім, Алматыда тіпті Райымбек деп, әруақ деп әруақ шақырып жатыр. Мына еріксіз бойындағы қаның, мына генің тулайтын айдан анық. Сол сіздерге бүгін ойымды бөлісе кетейін деген, қандай керемет жылдан жылға сондай тамаша өтіп жатыр. Әлі мынау бұл емес, әлі бір 5 жыл, 10 жылда көресіздер. Бұны әлі де халықара деңгейінде тойлайтын боламыз. Тек еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ақ мол болсын, қазақ мәңгі жасай берсін.